Қымбат достар, қазіргі таңда адам ағзасына күш-қуат, дәрумен көзі болып қосылатын микрозелендер деп аталатын жас өскіндер сатыла бастады. Микрозелендердің құрамы табиғи нәрлі витаминдерге өте бай. Міне қазіргі сәтте диеталық тағамдар әзірленіп сатылатын сауда орталығында тұрмын. Шағын ғана микрозелендердің бір бөлігі 800 теңге тұратындығын өзіңіз көріп отырсыздар. Микрозелендердің құрамында барлық дәруменнің түрі бар. Жап-жас өскін кезінде салаттан бастап сорпаға дейін тағамның барлық түріне қолданылады. Мен үй жағдайында микрозелендерді өсіру, тағамға қолдану жайын Әлия әлемі каналында плейлист бөлме гүлдері деп аталады, айтатын боламын. Микрозелендерді өсіріңіз, тағамға пайдаланасыз, ешқандай өкінбейсіз. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Пікір алысамыз.